бойынша сізге сұрақ қойды. Енді Маралды бойынша сіз айттыңыз, ол бірнеше адамның ғана несі екен, бірнеше адамның ғана шағымы дедіңіз. Бірақ екі депутат барып қайтты. Ринат Зайытов пен Мақсат Толықбай, олар айтты, министр Шарлапаевтың айтқаны өтірік екен, бүкіл халық қарсы болып отырғанын көріп отырмыз дейді. Сіз не дейсіз енді осы? Менің депутаттың қасында акиматтың өкілдері болды, министрліктің өкілдері болды. Сонымен кім өтірік айтып жатыр қазіргі таңда, ол белгісіз. Себебі біздің ақпаратымыз бойынша, мына кешегі бірнеше мақала интернетте болды, бірнеше осы ауылдың тұрғындары қазір немесе жұмыс күтіп жатыр, немесе жұмысты басталды осы фабрикада. Сонымен депутаттардың айтқаны, оны да тексеру керек. Егер сен маған сенбейсіз, онда біз былай болса қалай? Мен өзім барып қайтқам. Мен былтыр өзім барып қайтқам. Сіз барасыз ба? Әрине барамыз. Бірақ қазіргі таңда көріп тұрсыз ғой, мен осы аптаның үкімет отырысы Оралдан өткізді. Бүкіл Қазақстанның құрылыс жүргізуде. Су тасқынына зардап шеккен адамдардың үйлер көтеріп жатырмыз. Мерзім бойынша. Мерзім бойынша осы жылдың аяғында әрине барамыз Маралдыға. Бірақ ең алдымен қазіргі таңда сіз өзіңіз бардыңыз. Мен өзім былтыр бардым. Былтыр барғаннан кейін мен былтыр бардым. Барғаннан кейін ол кезде расында да депутаттардың көргенін мен де көріп қайттым. Ол жерде көп адамның алтын фабрикасының салынуына қарсы екенін көрдім. Бірақ сіз министріміз айтып отырсыз ғой, бірнеше адам деп қана айтып отырсыз. Мәселе сөзде туындап тұр. Менің айтқаным осылай болды. Есіңізде бар. Мен не айттым, что Маралды туралы, өзімнің мына тұрғандарымның пікірі, оны есептеуіміз қажет. И қазіргі таңда менің ақпаратым бойынша жартысы айтады, бізге жұмыс керек, бізге жаңа жол керек, бізге ауруханасы керек. Ол бәрі жаңа инвесторлар қамтамасыз етіп жатыр. Бірақ біздің жартысын айтады, жартысы емес, бірнеше адамдар айтады, что бізге жаңа инвестор керек жоқ. Сонымен осы ауға не керек? Кешіріңіз, сонда сіз нақты есептеріңіз ба, есептен айтып тұрсыз ба, жартысы екенін қайдан білесіз? Дауыс берді ма? Жоқ, дауыс берген. Саны қайдан бар? Қазір министрлігінің тарапынан біздің вице-министр осы жерде болды, үлкен отырыс жасады, бүкіл адамдар, осы ауылдың адамдары шақырды, и олардың ішінде біздің министрлігінің ақпаратымыз бойынша бірнеше пікірлері бар. Мына тұрғындардың ішінде. Жоқ, сіз неге сүйеніп айтып отырсыз? Жарты тұрғындардың жарты. Менің қолымда қазіргі таңда сондай ақпарат. Жоқ, ол ақпарат қайда сүйенесіз? Сіз өзіңіз жауап бересіз? Жоқ. Біздің вице-министр бар осы жерде. Яғни санақ жүргізген жоқ, бірақ ауызша айтты. Жоқ, ауызша мына отырыстың шеңберінде адамдардың біреулері қарсы шығып жатыр, әрине біреулері айтады, бізге жұмыс орны керек, бізге жаңа жолдары керек, бізге жаңа аурухана керек ауылда, бізге мына әлеумет осы ауылдың жағдайын жақсартуымыз қажет. Сонымен осы жұмыссыз адам болса, инвестор кетсе, осы ауылдың жағдайын қалай көтереміз біз? Сол осы сұраққа кім жауап береді? Депутаттар барады, жарайды, жақсы, мына жаңа инвесторды тоқтаймыз. Сонымен мына ауылдың жағдайы кім? Барған депутаттар өзінің қалыптанған қаражат бөледі ма? Білмейді. Қазір мысалы қарсы жоқ та, сол ауылға жол салып беруге, жұмыс орындарын ашуға мысалға. Атыңыз кім? Кешіресіз. Нұргүл. Қазіргі таңда көріп тұрсыз да, қаншама зардап шеккен адамдарды үйді жөндеу жұмыстары, үйлері немесе қайтып тұрғызамыз, немесе сатып аламыз, немесе жөндеу жұмыстарды жасауда. Сонымен мемлекет тарапынан айтасыз, қайдан қаражат? Мемлекеттің қаражат не, шексіз ба ойлайсыз? Шексіз емес. Сонымен мемлекеттің ең басты рөлі
мына жағдайы инвестор тарту үшін көтеру. Ал мына популизм айтуға да ол мемлекет тарапынан беріңіз. Мемлекеттің қаражаты шексіз емес. Оны түсіну керек.